Сәлем достар, бүгінгі менің видеома қош келдіңдер. Мен колесаны ақтарып отырсам, мен баяғыдан бері іздеп жүрген BMW пайда болды. Объемы 2.5, қап-қара өзі. Соны барып көріп келмекшімін. Бірақ бір минус бар. В общем, мен машинаға келдім, адрес бойынша хозяинді күтіп жатырмын. Машина 91 жылғы болғанымен астының бәрінде бір шірік жоқ екен. Алды соғылған. Бірақ бұл аса қатты минус емес, алдын тез жасап капотқа секіріп жасап алса болады. Машинаны алып үйге бара жатыр. Что-то температура көтеріліп жатыр. Значит, бірдеңе дұрыс емес. Антифриз жоқ сияқты. Машинаның радиаторын ауыстырын. Неме қызады десе, мұна радиатор, вентиляторын түрін қараңда ше. Осындайда вентилятор бола ма екен? Конечно, қызат мынандай вентилятормен. Патрубок бәрі новый. Идеально қылдырып жасақ қойды. Ешәкті коробкасы кетіп қалып. Коробка сатып алдым 30 000 теңге. Хотя бұл қымбат тұрмайды екен. Енді осыны өліп талып тұрып, мынандай морозда ауыстыру керек. В общем, міне мына БХ. Бір рет өткен жоқ, уже 180 000 теңге вложение жасап тастадым. Коробкасын ауыстырып тастадым, екінші күні сразу коробкасы кетіп қалып. Міне алдын жасаптым, стеклоларын Россиядан заказ беріп алдырдым. В общем, болды, машина дайын. Редукторды варт етіп қойдым. Машина полностью дайын. Енді кеттік дрифтовать етуге, наконец-то! Бүгін бізде мынандай қар. Машинаның дауысы осындай. Қазір досымды алып аламын да, машинаны көрсетейін деп жатырмын. Жай, алса. Мен сычкамен айналып кеткен емеспін бір рет. Бля, похуй болып тұрған сияқты, что-то. Это было опасно. Должен форму берсін кесім. Дым реакция жоқ, қотақтатып қоймай қойғасы. Қатты ойнап кәсін шалмас. Вот, міне, осы жерде әдем көріп мойындаймын. Кеттік па? Кеттік. Арнап қоймай, алып алып машинаны. Көрейік алып, не көрсетсек екен. Так, колесо бара жатыр. Бірінші рет айналып жатыр өстіп. Бірақ бірінші рет болғанның нормально істеп қояды. Ё-моё. Мен вообще айналдырамай ма деп ойладым Арманды. Арман туралы ойым дұрыс болмапты. Не дейді? Болды, құрсын қайтайық, қазір полициялар келеді мерге. В общем, мынау біздің екінші точка. Магнумның парковкасына келдік, осы жерді кішкене шулатайық деп. Арман за рулем, әлі де. Әлде не істейді екен, көрейік ал. Не, бірінші поворот. Что-то ойланып жатыр. Давай! Бәрекелді. Не жігіт. Мен қақтым не? Балдар жоқ не? Нормальный БХ. БХ-ны жақсы құраттым. Болды ма не? Жоқ, қаяқтағы болғаны. Давай, әкет, бас. Нормально жүріп қояды екенсің ба? Болды, ақырын келеді. Біз қаланың шетіне келдік. Жерде бір әдем бір кольцо бар екен. Елдердің бәрі осы жерге дрифтовать етеді. Ал көрейін ал, кольцода бірінші рет негіз. Ё-моё, мұны опыңа кетіп жатыр ғой. Газ аз беріп қойдым кішкене. Енді көп беріп қойдым кішкене. Айналдырмай қолды күрік алып кетіп керек. Қолды күрік айналып шығу керек. Міне мынау енді нормально кетіп жатыр. Әлі бірде бір айналдырған жоқ.
код наверное. Екі БМВ-сіңдер да. Міне бүгін BMW-ны сатып бердім. Осымен BMW-мен история аяқталды. Жаңа владельцы міне. BMW-мен тек қана өстіп жүру керек. Бітті, пока. Ал менің келесі видеом мына уродты қалай сәндендірген туралы болмақшы. Сондықтан өткізіп алмаш үшін маған подписка жасап, лайк басып отырыңыздар. Қош, сау болыңдар. Давай.